Ассаламу алейкум достар. Міне Тұзбайырға деген экспедициямыздың екінші бөлімі. Бұл жолы Тұзбайырдан шығып, Шетпен үстімен өтіп, ар жақта Ақеспе дейтін жерге барамыз, Аллах нәсіп етсе. Өткен жолы бірінші бөлімімізде уәде еткендей достар, қазір осы бейне материалымыздың соңында сол бірінші бөлімдегі бір қозғалған тақырыпқа байланысты сұрақ қоямыз. Соған нақты дұрыс жауап берген кісіге сыйлығымыз бар. Сапарымыздан Шетпеге келіп жеттік. Біздің келесі жоспарлайтын баратын жеріміз Ақеспе дейтін жер. Шетпе ауылдың ортасынан өтіп, Шерғала мен Ақмыштың ортасынан өтеміз қазір. Иншаллах. Құрметті көрермендер, қымбатты достар, арнамызға жазылып тіркеле отырыңыздар. Сіздердің активті түрде арнамызға қатысқаныңыз бізге мотивация болады. Мына біздің оң жақ бетте орналасқан Айрақ деген тауымыз екен. Алдымызда Шерғала. Üstüne arkada Şair'e kadar gidelim. Şeyler uçan bir dosta var. Алдында біздің сол жақ бетте орналасқан біреудің жеке шаруашылығы кезінде осы жерге адамдарға ақылы түрде демалуға орын беретін. Қазірде мүмкін солай болар. Оның ар жағында Самал дейтін бір тағы да табиғи әдемі жер бар. Шерғала тауы. Тарихта айтқандай, адайлар мен түркмендердің соғысқан жері. Шерғаладан өткеннен кейін Ақмыш дейтін жер алдымызда. Содан Ақмыштан өткеннен кейін алдымыздан бірнеше шақырымнан кейін Шайыр ауылы шығады. Сол Шайыр ауылына жетпей, трассадан оң жаққа бұрылып, қара жолға түстік. Біздің келесі жоспарлап бара жатқан жеріміз Ақеспе дейтін жер. Шамамен осы қара жолмен баратын жол. Бірақ осы қара жолмен бара жатып, біздің екінші көлігіміз минивэн шынақтағы қоласын, асты ала салау. Содан асты тейіп жүру қиын болғандықтан амалсыздан кері бұрылуымызға тура келді. Мұсылманға әрбір нәрседе қайыр бар демекші. Біздің мына кері бұрылып трассаға шыққанымызға үлкен бір қайыр болды. Себебі жолға шыққан сәтте манаға тыйылып қойған жаңбырымыз қайтып себелеп жауып бастады. Шайыр ауылы. Ең маңыздысы намазымыз қалай болар екен, қалай оқимыз деп ойлап келе жатқан кезде ауылға кіреберіс жерде ықшам әдемі мешіт бар екен. Толықтай осы жерде намаздарымызды оқып алып, мына биікте көрінісі сізге көрсеткім келді. Ауасы дейтін енді бөлек. Сөзбен жеткізіп, камерамен көрсету мүмкін емес. Алматының баурайындағы таудың етегінде орналасқан ауылды сияқты жаңбыр себелеп жауып, ауасының тазалығымен мүлдем бөлек болып тұр, бөлек. Бұндай ауылға келіп тұрып, қалай шұбат, балғаймақ секілді табиғи өнімдерді алып кетпейміз деп іздестіргенімізде осындай үйге жолықтық. Алла береке берсін. Түйелері мен боталарын бөлек байлап қойып, тауықтары мен мал шаруашылығында отырған үй екен. Ал енді осы жерді сізге биіктен көрсетейін.
ана высоковольттың түбіне дейін бару керек дейсіз ғой да? Иә. Болды, келіп қалды. Камералар базар, арада бейжай, Ой, ағаспеден де артық düşеш мына жер. Ағаспе естап жатады жерлерде. Онда заттарды түсіре беріңдер. Оңға деді ол да. Әне тұр. Шайыр ауылынан шығып, содан көп ұзамай, осында бір фонтан бар екен. Болмаса жерден ағып сонда. Сол жерге жатырмыз. Ар жақта табиғат дейтін Алла береке берсін. Мынау кәдімгідей бөлек екен, машалла. Мынау жаңа Шайырдан келген жол. Мына жерге шамалы тұрып, мына көріністі тамашалап отырмыз. Алла береке берсін. Бұл тұрған жерімізде скважинадан жер асты суы бар, ағып тұрған. Суы дейтін Алла береке берсін, мөп-мөлдір, тап-таза, тұп-тұщы су. Сол судан водовозын толтырып тұрған ағамыздан осы Шайырдың айналасындағы әдемі жерлер туралы сұрағанымызда біраз жерді айтқан. Анықтап келгенде Шайырдың айналасында дейтін Алла береке берсін, біраз әдемі жерлер бар екен. Бұлақтары бар екен ағып тұрған. Жаздың кездерінде осы жүріп жатқан жерлерімізде біршама адамдардың жиналып демалатын орындар екен. Ал біз мына алдымыздағы бір әдемі жер бар деп айтқан мана ағамыз. Бірақ ол жер біреудің жекеменшік жері болғасын, соған жақындап бір қолайлы жерді тауып, сол жерге отырып, палатымызды тігіп, кешкі асымызды ішіп демалмақшымыз. Көп ұзамай күн батып қараңғы түсетін болғасын, жақын жерге баруды жоспарладық. Міне қымбатты достар, Аллах береке берсін. Мына алдымызда кеңістікте орналасқан тып-тыныш таза ауасымен мүлдем бөлек болып тұрған табиғатты сөзбен жеткізіп, мына камерамен көрсету мүмкін емес. Аллаға сансыз мақтаулар болсын, Аллаға шексіз шүкір. Қазақ елінің осында кең байтақ жер болғандығына Аллах береке берсін. Содан кеш батпай, барлығымыз бір үйдің баласындай, бір туғандай ауызбіршілікпен тамақтарымыз дайындап, дастарханымыз жайып, палатымызды тігіп, осылай кешкі астан кейінгі шайдың басында отырып, Мәкеңнің Европада болған әңгімесін тыңдап, Арының орны бөлек та. Тарға деген сағынышын байқап, осылай шайымызды ішіп ауылға қайтқанбыз. Аллах береке берсін. Міне қымбатты достар, Аллахтың мейірімен осылайша біздің осы күнге экспедициямыз осымен аяқталды. Ең бастысы, осылай жүрген жерімізде демалғанымызға қарай солай тазалықты да сақтасақ, әр адам өзінің келген нәрсесін өзімен бірге алып кетсе, қоқыстарын алып, барлық артарын жинап кетсе, осылай жеріміздің көркеюіне де біраз бір себеп болар деп ойлаймын. Аллах береке берсін ағайын. Қымбатты достар, құрметті көрермендер, біздің арнамызда кезекті сұрағымыз, осы бейнематериалымыздың бірінші бөлімінде тарихқа байланысты тақырып қозғағанбыз. Сол кезде Ватерлау шайқас туралы кішігірім айтып кеткенбіз. Сол Ватерлау шайқас туралы кім қандай ақпарат біледі? Соны нақтырақ, анығырақ жазып кетсеңіз комментарияға. Содан кімнің жауабы анығырақ, нақтырақ болып, кімнің жауабы көбірек лайк жинаса, соған өзіміздің сыйлығымыз бар. Ол қандай сыйлық дейтін сұрақ туындайтын болса, осы экспедицияға нағыз пайдасы тиетін, еш артық етпейтін осындай пышақты сыйға тартамыз. Осындай өзінің қалбымен бірге осындай пышақты сыйға тартамыз. Кімнің жауабы толық, нақты болып, көп лайк алса, сол көрерменімізге осындай сыйлығымыз бар. Егер шарт қандай болады деп сұрақ туындайтын болса, достар, жауап берген кісі осы арнамыздың тіркелген көрермені болу керек. Содан шамасы келгенше репіс жасап, нақтырақ жаңа сұрағымызға комментарияға жауап жазу керек. Қане достар, активті түрде қатысақ, тарихын білмеген ел жетесіз демекші, бұл тарихымыз бізге аса маңызды деп ойлаймын. Себебі осы уақытқа дейін тарихтан ешқандай жерде осы Ватерлау шайқасына қатысқан аталарымыздың батырлығы туралы көп айтылмаған. Осы біздің уақыттарымызда анықталған нәрсе. Соны кім нақты білет, соны жаза отырайық. Егер бұл тарихымыздан нақты анық ақпарат табылса, біздің еліміздің батырлығына
бірлігіне біраз септігі тиеді деп ойлаймын достар. Аллах береке берсін.